Бұл сабақты біз workbookпен жалғастырамыз. Workbooktағы at page number 35, 35-ші беттегі тақырып, яғни past simple, өткен шақтағы question тақырыбы. Question, яғни сұрау сөйлемдегі қалай жасалынады. Оның алдында сіздерге бір айтып кеткем. Did көмекші етістік, есімдік, сосын етістіктің өзі болады. Did көмекші етістігі жүрген жерде етістік ешқашанда формаға ауыспайды, немесе тұжырнақ жалғанбайды. Okay, exercise number 1. In exercise number 1, бұл жерде берілген кестенің ішіндегі сөздерді біз мынау мағынасына қарап, мына жерде берілген барлығы қарап қояды екенбіз. Окей, біріншісі мына жерде міне short answers дегеніміз қысқа жауап. Did I немесе did you деп алайықшы. Did you win? Сіз жеңдіңіз бе деп тұр. Short answers. Yes, I did. Мен жеңдім. Өйткені affirmative, жай сөйлем. Ал negative дегеніміз бұл жерде болымсыз сөйлем болғандықтан бұл жерде no, I don't болады. I didn't болады. No, I didn't. Мінеке, үшіншісі жазылған. Ары қарай, төртіншісінде бұл жерде question деген сұрақ қоюымыз керек. Сұрақ қойған кезде міндетті түрде did көмекші етістігіне жүгінеміз. Did he it lose? Ол оны жоғалтты ма? Short answers. Осыған жауап бізде affirmative жай сөйлемде yes, he did. Ол жоғалтты. Немесе негативте no, he didn't. Жоқ, ол жоғалтқан жоқ. Алтыда мінеке. Ары қарай question сұраулы сөйлемді құрайды екенбіз, бірақ бұл жерде енді не қап тұр бізде by немесе go қап тұр. Енді бұл жерде қалай құрайды екенбіз? Where did you go? Сіз қайда бардыңыз? Go қойып қойдық. Енді бұл жерде енді byді қоямыз. What did she buy at the shops? Ол дүкенде не сатып алды? Мына жерде 8-де сонда buy болады. Okay, next exercise. Келесі тапсырмада бұл жерде біздерде не істейміз? Кестенің ішіндегіні қолданамыз. Did көмекші етістігін қолданамыз әдеттегідей. Қалай болды екен көрейік қане. Exercise number 2. Мінеке, мен қарамен мына жерде белгілеп қойғам. Осы қарамен белгілеп қойғаның барлығы мына сызықшаның орнына қойдым деген сөз. Мен оқи берем. Did she go to the cinema on Saturday? Yes, she did. Did he buy a new computer game last week? No, he didn't. Мінеке, көрдіңіздер ма? Yes, no деп қоя бергенім. Бұл жердегі енді қысқаша жауап бергенім. Мына жерде берілген өзі тек көмекші етістерді және етістерді қою керек болған. Did you do a lot of homework last night? No, I didn't. Did they eat a lot of cake? Yes, I did. Did we write a letter and say thank you? Yes, we did. Did she break the world record yesterday? No, I didn't. Мінеке, жауап осылай болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Бұл жерде сұрау сөйлемнің жасалу құрылымын жақсылап түсініп алсаңыздар, өте оңай. Okay, next exercise number 3. Бұл жердегі суретке қарап, біз берілген сөздерден сұраулы сөйлем құрауымыз керек. Сұраулы сөйлемді байқап қарап тұрсаңыздар, бұл жерде сұраулы сөзбен келген сұраулы сөйлем екен. Сұраулы сөзбен болып келетін болса, қашан, қайда, кім деген сияқты сұраулы сөздер, онда бірінші орынға солар шығып кетеді. Одан кейін барып did көмекші етістігі. Окей, жазамыз ал, қараңыздар. Біріншісі бұл жерде бізде what time did he get up? Ол қашан ұйқысынан тұрады, қай уақытта. Екінші, who did she visit? Ол кімді барып посещать етті? Кімге барды? Үшіншісі, what did she play? Ол не ойнады? Төртіншісіміз бізде where did they go on holiday? Ол өзінің демалысында қайда барды? Бесіншісінде when did he start school? Ол мектепті қашан бастады? Оқу жылын қашан бастады? Деп тұр. Okay, next exercise number 4. Бізде бұл жерде суретте Кейт Уинслет деген әйел берілген екен суреті. Осыны біз мына жерде жауабы берілген. Сол жауабына қарап біз сұраулы сөйлем құрауымыз керек екен.
сұраулы сөйлем құрауымыз керек. Мінекей мен құрастырғаным мынадай болып тұрады. Біріншісінде yes, I had. Where did you have a lunch? Сіз қайда түстендіңіз? I had lunch at mom's house. Мен анамның үйінде түстендім дейді. Яғни түскі асымды сол жақта іштім дейді. Where деп қойдым. Екіншісінде what did you eat for dinner? Сіз түскі асқа не жедіңіз? I ate pasta for dinner. Мен паста жедім дейді обедке. Үшіншісі when did you watch a film? Сіз фильмді қашан көрдіңіз? Үшіншісінде I watch a film in the evening. Мен кешке көрдім фильмді дейді. Немесе мына екінші түрі былай құрасаңыздар да болады. What did you watch in the evening? Кешке қарай сіз не көрдіңіз? Сол кезде мен кешке қарай фильмді көрдім деп басқаша айтып құрасаңыздар да болады. Екінші варианты. Төртінші, did you like a film? Сізге фильм ұнады ма? Yes, yeah, I liked the film. Маған фильм ұнады. It was funny. Өте қызықты екен. Көңілді екен дейді. Бесіншісі бізде did your husband watch a film with you? Сіз фильмді жолдасыңызбен бірге көрдіңіз бе деп тұр. Yes, my husband watch film with me. Менің жолдасым менімен бірге фильмді көрді дейді. Соңғысы енді what time did you go to bed? Сіз ұйқыға қай уақытта бардыңыз? I went to bed at 11 o'clock дейді. Мен сағат түнгі 11-де ұйқыға кеттім дейді. Мінекей 6 құрауымыз керек, 6 құралды. Окей, осымен сабағымыз аяқталды. Мен арнама міндетті түрде жазылыңыздар. Әр күн сабағымызды күнделікті бірге орындаймыз. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.